Армысыздар оқушылар, бүгін біз бірінші тоқсан бойынша өркениеттің даму ерекшеліктері бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын талдап орындайтын боламыз. Алдарыңызда тақырып, оқу мақсаты, бағалау критерийлері көрсетілген. Бірінші тапсырмада берілген суреттерге сүйене отырып, қазақ халқының тіршілігін қамтамасыз ету факторларын анықтайтын боламыз. Екінші тапсырмада картада көшпелі мал шаруашылығы, жартылай көшпелі мал шаруашылығы, отырықшы, жартылай отырықшы шаруашылықтың дамыған аймақтарын белгілейтін боламыз. Үшінші тапсырмада қазақ халқының дәстүрлі қолөнері мен кәсібін сипаттаймыз. Төртінші тапсырмада Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық даму бағыттарын анықтаған факторларды төмендегі кілт сөздерін қолдана отырып талдайтын боламыз. Онда, құрметті оқушылар, біз өз жұмысымызды бастайық. Негізі бағалау критерийлер берілген, 4 тапсырма, дескрипторлар, барлық жинау қажетті бізде шәкіл балл саны 13. Бірінші тапсырма бойынша берілген суреттерге сүйене отырып, қазақ халқының тіршілігін қамтамасыз ету факторын анықтайық. Географиялық факторлар бойынша біз, құрметті оқушылар, бізде мал шаруашылығын Қазақстан бойынша ең дамыған аймақ, ол әрине картада көрсетіп тұрғандай батыс Қазақстан және орталық Қазақстан. Географиялық факторлар: Қазақстан аумағында климат құрғақ болып жауын-шашын азайды, сондықтан да қазақ халқы бір жерде тұрақтамаған, яғни бір жердің шөбі біткенше ол жерде отырмаған, жазда жайлауға, қыста қыстауға көшкен, соның нәтижесінде көшпелі мал шаруашылығы дамыды. Екінші, Қазақстан жері арқылы білесіздер, ұлы жібек жолы өткен, бұл бойында қалалар салынды және басқа да діни салттар тарады. Мал шаруашылығына келетін, әрине ол климаттың өзгеруі, ат әбзелдердің жетілуі және мал санының көбеюі мал шаруашылығының қалыптасуына зор ықпалын тигізді. Тарихи факторларға: ат әбзелдері, ауыл шаруашылық құралдарының жетік даму нәтижесінде жаңа жерлер игерілді. Орыс шаруашылығы қоныстанған соң мал жайылымдары қысқарып, қала тұрғындарының саны өсті. Қазақтар егіншілікке өтпеген жағдайда қоныстанған аймақтардан күштеп ығыстырылып отырды. Екінші тапсырма бойынша картада көшпелі мал шаруашылығы, жартылай көшпелі мал шаруашылығы және отырықшы, жартылай отырықшы шаруашылық дамыған аймақтарды белгілейтін боламыз. Әрине көшпелі бұл картада бейнелеп тұрғандай батыс Қазақстан, жартылай көшпелі бізде орталық Алтай өңірі және шығыс Қазақстан, жетісу өңірі, ал отырықшы көріп тұрғандай оңтүстікте бағытында бізде осындай отырықшы мал шаруашылықтар қалыптасты. Үшінші тапсырма: қазақ халқының дәстүрлі қолөнері мен кәсібін сипаттайтын болсақ, ұсталық. Ұста ол шебер, ісмер адамды айтамыз. Түрлі материалдардан тұрмысқа, күнделікті өмірге қажетті заттар, бұйымдар жасаған. Ұстаның негізгі құралдары көрік. Ертегінен ожау, бағалар, көсеу, бұрғы, қашау, егеу, шегесім қалыптар. Жасайтын материалдар не бұйымдарына қарай дәстүрлі қазақ қоғамында ұсталар мүйізші, ерші, тоқушы, шыбық тоқушы, ағаш оюшы, сазгер, майдагер, мыскер, балғашы, таспашы, бәздеше, темірші болып бөлінген болатын. Халық арасында мәліметтерге қарағанда, ұсталықпен бастапқыда бақсылар айналысқан. Тәңірдің өзі жіберген іс жүргізуші деп отыра халық аса құрметпен қараған. Темірші ұсталар өз ісіне кірісер алдында мал сойып, қан жағу, сүт шашу сияқты жорамалар да жасап отырған және рухани тазалыққа мән берген. Ұсталар темірді төске басар кезде менің қолым емес, Тәңірдің қолы деп табынған. Мұнда мен жасаған емес, мемендіктен арылу, сақтану бар. Жаугершілік заманда темірші ұстамен берген ұста өнері батырлықпен бірдей бағаланған. Себебі олар әрбір жауынгерге 5 қаруын, сауыт саймасын және қажетті заттарын тез арада дайындап беріп отырған. Ерші ұстаның қолынан шыққан ер тұрмандар бірнеше малға бағалаған. Ұста дүкеннің көрілген құрал саймандарында келі санаған. Ұсталық кәсіп ұрпақтан ұрпаққа жалғасып отырды. Алдарыңызда тағы қосымша мәліметтер көрсетіліп отыр. Зергерлік бұйым. Бұнда негізінен сәндік безендіру заттары, асыл металдары, алтын, күміс, платина, батиша, әшекейлі өңдеудің сондай-ақ түсті металдары, жез, мелхиор қорытындылардың бетіне алтын, күміс жалатудың көп жағдайда қымбат тастармен, эмалмен безендірудің нәтижесінде бұйымдар. Тігіншілік адамзаттың алғашқы қажеттіліктің бірі болған. Кезінде адамдар табиғи материалдан қарапайым киімдерді қолдан тігіп жасаған. Уақыт келе бұл өнер күрделеніп, шығармашылық пен шеберлік символына айналды. Қазақстанда тігіншілік ерекше рөл атқарды. Дәстүрлі қазақ киімдері, мысалы шапан, камзол, тақиялар, ұлттық нақыштан ерекшеленіп, тігіншілердің жоғары шеберлігін талап етті. Қазақ тігіншілері тек матамен жұмыс істеп қана қоймай, тері мен жүн сияқты табиғи материал қолданды. Тігіншілік тек жұмыс емес, сонымен қатар өнер. Әрбір тігінші өз қолтаңбасын қалдырып, жеке стильді қалыптастырды. Бұл мамандық негізгі құндылықтары. Сонымен тігінші деген бұл тарихи тамыры терең кеткен, шығармашылық пен шеберлікті қажет ететін маңызды мамандық. Тігіншілік өнер уақыт өткен сайын жаңарып, жаңа технология мен экологиялық талаптарға бейімделіп келеді. Қазір тігіншілер қоғамның эстетикалық талабын қанағаттандырып, сән мен сапаны үйлестіретін мамандар болып есептеледі. Төртінші сұрақ бізде Қазақстан әлеуметтік-экономикалық даму бағытын анықтаған факторын төмендегі сөздерін қолданып талдаймыз. Экономикалық факторлар: еңбек нарығы нәтижесінде елдің экономикалық дамуы өседі, экономикалық даму бағдары деңгейінде инфляция әсер етеді. Әлеуметтік факторлар: экономиканы дамыту үшін алдымен әлеуметтік факторларды дамыту керек. Олар халықтың бәсекелестігін арттыру, халықтың әл-ауқатын арттыру және халықтың тұтыну қабілетін